Айтады, негіз бүкіл идеям бәрін әйел адам тастайды ғой. Осы екеуміздің үйленгенімізге 15 жыл болды осы. Ағы осы бір Дубайға барып қайтпаймыз деп. Дубайға бара жатсың ғой, мен де еріп барайын деген ондай арамдық жоқ қой менде. Сөйтіп айтты, не істейміз ол жақта? Енді жұрттың бәрі сол жақта жүр, Дубайға барып қайтайықшы деді. Ладно деп 10 күнге Дубайға барып келді. Шетелге барып келген екен екеуі. Ол кезде мен де Дубайды көрмеген кезім. Бір қызықты айтайын болған. Кешке қарай мөлдір айтты, көшеге шықпай қайтайықшы деді. Тұрсынбек өзі видеоларын көрсетіп жатты да, міне Дубай деген осындай екен. Не болды? Дубайдың түні әдемі ғой деп. Көрсінші, ең құрман телефон арқылы деп. Дубайдың әдемі жерлерін, көлікпен бара жатқан жерін көрсетеді да. Жақсы деп екеуміз шыққан еді, қол ұстасып жүрейікші деді. Неге? Мына күйеу мен әйел қол ұстасып жүрсе, сауап дейді ғой. Астанадан нағып айтпадың деймін. Бұл әңгімені ешкімге айтпағам. Жоқ, енді бұл араб мемлекеті ғой, енді бұл жақта қол ұстасып жүріп сауап жинап алайық деп. Тұрсынбек шошып кетеді. Ладно, енді кім көріп жатыр дейсің деп я. Видеоны бүйтіп көрсетіп жатқан кезде жаңағы қасында бір адам тұрады ғой. Қолдан ұстап алып, тас қылып алып, көшеде екеуміз мәз болып. Ондай уақытта адам ойлана алмай қалады екен. Полиция ұстап алды ғой. Расымен полиция ұстап алды. Ашық түрде ал маған не істейсің деген сияқты. Кәлтек ассалаумағалейкум уақалақал бірдеңе деп жатыр, енді түсінбейсің ғой енді. Қызық бетіңе қарап Құран оқып тұрған секілді жаңағы. Сондай да сәттер болған. Өздерінің тілдері ғой енді. Сасқанымыздан excuse me деп қоясың ғой, бір ағылшынша білетін құсап. Excuse me, now English деп қоясың. Білмеймін, нагло кетсе деген. Не үшін ұстап алды десе, қол ұстасып жүруге болмайды екен дейді. Біз айтамыз, біз күйеу мен әйеліміз ғой, бақытты болыңдар деп жатыр. Деп маған әдемілеп деп айтқан кезде мен жүрегім жылып кетті. Бірақ бір қол ұстасып бір-біріңе жақын жүрмеңдер, біздің заң сондай деді. Кешіріңіздер, бірінші рет келіп жатыр, білген жоқпыз деп. Ал кетіп қалды. Сауап жайына қалды. Екеуміздің арамыз 1,5 метр. Ана жақ тыныш. Міне мен сенмен ғанамын, мен саған адалмын деп сендіріп. Көшеде келе жатырмыз бе? Полиция көрсек бір-бірімізден қашамыз, құрсын әрі жүрсіз. Бәлесіне аулақ таптың шошақтан кетейікші осы. 7-ші, 8-ші, 9-ші жылдарға созды. Одан ары қарай үйде болмайды, келмейді.